Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызашарға осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын медовик тортын дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан осындай керемет болып шықты. Мен де алғаш мәрте осы медовик тортын жасап отырмын. Енді сіздер де жасап көрсеңіздер болады, еш қорықпастан осылай керемет болып шығады. Менің рецептім бойынша жасасаңыздар. Ең алдымен бізге осындай табанға газдың астын жағып, орташа темппен үстіне сары майымызды және содамызды, жұмыртқамызды, қантымызды және де медімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып отырамыз. Ағарғанша осылай қозғап отырыңыздар, өйткені астына күйіп кетуі мүмкін. Газды орташа темпке қойып қоясыздар. Енді осы қоспамызды, қамырымызды алып, осындай ыстық күйінше үстіне ұнымызды, өлшенген ұнымызды, 600 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай қамырымызды столдың үстіне жайғастырып алып, үстіне ұн сеуе отырып, қамырымызды біркелкі болғанша жақсылап илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илейтін боламыз. Енді қамырымызды осындай етіп, сопақша етіп жайып алып, қамырымызды 7 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алып, барлығын дөңгелек формаға келтіреміз. Сосын қамырымызды дөңгелек формаға келтірген соң, бір тарелкаға барлығын салып, үстін пакетпен жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Өйткені біздің қамырымыз әлі жылы болып тұр, ыстықтау болып тұр. Сондықтан холодильникке мұздатып аламыз. Міне холодильниктен 1 сағаттан кейін шықты. Енді алып, жайып шығамыз. Үстіне ұн сеуе отырып жаямыз. Енді алып пергамент қағазымызды осылай алдын ала сызып дайындап аламыз да. Сосын осының үстіне жайып, қамырымызды осындай тарелкаларымыз болса, осының үстіне қойып, қамырымыздың үстіне қойып, кесіп аламыз өзімізге керек форманы. Енді біз қызып тұрған пешімізге 180-190 градуста 6-7 минутқа пісіріп алатын боламыз. Қалған қамырларымызды да осылай, дәл осылай жайып, кесіп аламыз. Міне пешімізде осылай қызарып көтеріледі. Осындай болып шығады, міне. Түсі осындай болып шығу керек. Жұп-жұмсақ, күшті болып шығады. Қалған осындай корждарды біз тортымыздың үстіне сәндеуге қойып қоямыз.
Мінекей корждарымызды уже дайындап, кремін жасап алдық. Бізге кремін жасауға сливки мен сахарный пудра және де сметана қажет болады. Барлығын жақсылап миксерлеп, осылай крем жасап аламыз. Енді міне тортымызды дайындап жатырмыз. Кезек-кезек корждарымызды қойып, арасына кремімізді жаға отырып, осылай тортымызды жасап шығамыз. Осылай кремді жағып болған екен, холодильникке 1 сағатқа қойып, 1 сағат емес, енді кішкенеге қойып қоямыз, кремі кішкене қатқанша. Потом осы корждардан үстіне себе отырып, осылай торт жасап шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.